$38,7 триллион құпиясын ашамын. Неге бұл сан әлемдік соғыстың себебі болуы мүмкін? ақш-тың мемлекеттік қарызы ақылға сыймайтын $38 триллион асты. Басқаша айтқанда, олар тапқан табысынан әлдеқайда көп жұмсайды. Бұндай жағдайда кез келген ел баяғыда банкрот болар еді. Бірақ ақш емес, себебі доллардың гегемониясы. Дүниежүзілік сауданың 80%-дан астамы осы валютамен жүреді. Алтын, мұнай, газ бәрі доллармен бағаланады. Яғни ақш өз қарызын жабу үшін жай ғана ақша басып шығарады, ал оның инфляциясын бүкіл әлем, соның ішінде біз де төлейміз. Бірақ қазір ойын өзгеруде. Қытай мен Ресей балама есеп айырысу жүйесін құрып жатыр. Ресейдің активтерін Вашингтонның бұғаттауы соңғы үлкен қателік болуы мүмкін. Себебі бұл басқа елдерге, егер бізге бағынбасаңдар, ақшаларыңызды тартып аламыз деген белгі болуы мүмкін. Енді бүкіл әлем доллардан қашуда. Әйгілі инвестор Рей Далио тегін айтып отырған жоқ. Мұндай қарбалыс жағдайда ақш-тың облигацияларынан құтылып, алтын жинау керек. Қытай соңғы бірнеше жылда өздерінің алтын қорын рекордтық деңгейге жеткізді. Солар бірдеңені біледі. Ертең бәрі құлайды демеймін, бірақ дауылдың жақындап келе жатқаны белгілі. Механиканы түсінген адам ғана ұтылмайды. Сондықтан егер ақшаларыңыз бар болса, әртараптандырыңыз.